Сәлеметсіздер ме? Теміртау қаласының номер 20 мектеп-лицейі мұғалімі Шолакова Гүлнұр Еркіновна. Сабақтың тақырыбы сан есім және оның түрлері. Сабаққа негізделген оқу мақсаты болжалдық сан есімді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолданады. Оқу нәтижелері, ойлау дағдыларының деңгейі, бағалау критерийі. Заттың санын, мөлшерін, шама-шарқын, ретін білдіретін сөз табын сан есім дейміз. Сан есім қанша, неше, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, алма жарыстан бірінші болып келді. Сан есім құрамына қарай екі түрге бөлінеді: дара және күрделі сан есім. Дара сан есім бір түбірден құралған сан есімдерді айтамыз. Мысалы, 10 бала, 2 үй, 20 қалам. Күрделі сан есім дара сан есімдердің тіркесуі, қосарлануы арқылы жасалатын сан есім. Мысалы, 1925 сан есім мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім 1, 2. Реттік сан есім 4-ші, 6-шы, 10-шы жұрнақтары арқылы жасалады. Жинақтық сан есім 1, 2, ау, еу жұрнақтары арқылы жасалады. Топтау сан есім 10, 10-нан, 100, 100 деген, дан, ден, тан, тен, нан, нен деген жұрнақтар арқылы жасалады. Бөлшектік сан есім 3-тің 2-сі, 100-ден 15-ін. Болжалдық сан есімі нақты білдірмей шамалап айтылады. Ойлан, бірік, бөліс әдісі арқылы оқушылар тапсырманы орындайды. Суреттер беріледі. Суреттерге сан есімді қатыстырып, топ мәтін құрау керек. Бағалау критерийлері: суретке дұрыс сөйлем құрау, берілген суреттерге сан есімдерді қатыстыру керек. Оқушылар өздігінен орындайтын келесі тапсырма: семантикалық карта толтыру. Сабақты бекіту кезеңінде оқушыларға сан есімнің түрлері бойынша сұрақтар қою. Үй жұмысы: оқушылар мәтінмен танысады, сан есім және оның түрлерін табады. Сау болыңыздар.